Сәлеметсіз бе, Асылбек аға, уақытыңызды бөліп, бізбен сұхбаттасуға келісім бергеніңізге үлкен рахмет. Ал менің бірінші сұрағым, сіз үшін образдың ішкі психологиясын ашу маңызды ма, әлде көрерменге әсер ету ме? Қайсы актер үшін басты мақсат болуы керек деп ойлайсыз? Бәрекелді, біріншіден сіздерге де көп рахмет. Актердің басты мақсаты жасайтын образының ішкі жан дүниесін, бітім болмысын, жүрісін, тұрысын, ішкі ойын, жүрек қағысын, өздеріңіз айтпақшы, ішкі психологиясын аша білетін болсаңыз, сіздің жасаған образыңыз міндетті түрде көрерменнің көңілінен, жүрегінен орын табады деп ойлаймын. Мен сізбен қосыламын әрине. Ал екінші сұрағым, сіздің кейіпкерлеріңіз жиі өмірдің қарапайым шындығын бейнелейді. Өзіңізге ең жақын образ қай рөл болды? Мен актер болып жұмыс жасап жүргеніме 35 жылдай уақыт болды. Осы 35 жылдың аралығында түрлі образдарды сомдадым десем артық айтпағандығым болар. Бірақ менің жүрегіме жаныма жақын рөлдердің бірі ол Шахи Марден мен Қалихан Сқақовтың Қазақтар атты пьесасындағы Қасым ханның рөлі. Мен көрдім, маған өте қатты ұнады. Рахмет. Ал Асылбек аға, ашық әңгімеңізге өте көп рахмет. Сізге алдағы уақытта шығармашылық табыс, жақын рөлдер мен шабыт тілейміз. Сіздерге де жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар. Рахмет.